Саламатсыздар ма? Тағы да қазір кіргендерге сабағымыз бастайық. Кері байланыс берейік ең бірінші. Барлығы осында ма? Реакция, жақсы. Смайлик, сообщение. Иә, осында. Жақсы. Алдыңғы сабақта біз компьютердің логикалық негіздерін өттік. Ол жерде логикалық операциялармен таныстық. Ақиқат кестесін көрдік. Және кішкене 1-2 сұрақ қана талдағанбыз. Енді бүгін сол тақырыптың негізінде практикалық сабақ болады. Яғни сол тақырыпқа қатысты барлық тест нұсқаларын, ескі нұсқалар, жаңа нұсқалар, мүмкін болатын сұрақтардың түрлерін қараймыз. Себебі ол маңызды тақырыптардың бірі. Кез келген нұсқада жоқ дегенде 3-4 сұрақ осы тақырыптан болады. Және ол 2 балдық сұрақ болуы мүмкін, және 1 балдық сұрақ болуы мүмкін. Так, дайын болсақ, кеттік, бастайық. Алдыңғы сабақта біз осы тақырыпқа байланысты сабақ соңында үй тапсырмасын берген едім. Мына тапсырманы қарадық па? Қараған болсақ жауабын білетін шығармыз, е? Хорошо, осыны ең бірінші талдап жіберейік. Енді F өрнегінің ақиқат кестесінің фрагменті берілген дейді. Сәйкес келетін өрнекті анықтаңыз. Бұл секілді сұрақтарды біз қарадық. Яғни өрнектерге қарап, немесе ақиқат кестесіне қарап өрнекті табу, өрнекке қарап ақиқат кестесін табу сұрақтарын қарадық. Бұл секілді бұл типтегі сұрақтар бізге жиі келеді. Енді мына кестені қарап көрейік. Ең бірінші А вариантынан бастап қойып көрейік. Барлық вариантты қойып көрейік. Қайсысы мынау 3 жағдайға да сәйкес келеді жауабы. Сол біздің дұрыс жауап болады екен. Енді ең бірінші А варианты. Мына жерде мынау қандай амал еді? Сообщение жазып отырсақ болады. Көбейту. Көбейту. Мынау инверсия ма? Иә, инверсия терістеу еді. Так, енді А мен мына жерде көбейту болғандықтан енді Б-ны инверсия бірінші орындалады. Ол 0 болады. 3 0-ді көбейткен кезде бізде 0 шығатын еді. Мына жерде бір тұр сәйкес келмейді, демек бұл. Бұл сәйкес келмейді. Так, инверсияны бірінші орындап көрейік. А-ның инверсиясы 1, Б-ның өзі дейді, және С-ның инверсиясы дейді. Яғни 3 1-ді көбейтсек 1. Бұл пока что бірінші жағдайға сәйкес келіп тұр. Енді екінші жағдайды қарастырайық. А-ның инверсиясы дейді, ол уже 0. Үшеуін көбейтеміз, 0 шығады, е? 0 шығып тұр. Енді бұл екінші жағдай етін көбейту кезінде бәрібір бізден 0 шығайын деп тұр. Үшінші жағдайды осы Б вариант үшін қарастырып көрейік. Үшінші жағдайда бізде инверсиясы А-ның, демек 0, Б-ның өзі 1 және С-ның инверсиясы. 0 көбейту 1, көбейту 0. Қандай жауап шығады бізде? 1 ма? Мына жерде бірінші кезегімен орындап көрейік жарайды. 0 мен 1-ді көбейтсек, мына жерде А-ның инверсиясы 0 болмайды ма? 0 мен 1-ді көбейткен кезде 0, 0-ге 0-ді көбейткен кезде 0 болады, 0. Демек Б варианты бізде келіп тұр. Бірақ бұл бізде бірнеше жауабы дұрыс сұрақ, себебі бізде 6 вариант берілген. Тағы да 2 дұрыс жауап болуы мүмкін, немесе осымен тоқтауы да мүмкін. Енді мына вариантты қарастырып көрейік. Және кейде тестте мынандай жағдай болады. Мысалы, мына жердегі амалдарды көріп тұрмыз ғой. Дәл осы амалдар жай ғана басқа белгілердің көмегімен берілуі мүмкін. Егер ондай вариант болатын болса, оны бірден тауып алайық. Ондай вариант көріп тұрмыз ба? Дәл осы амалдар просто мынаның орнына үстінде сызық болуы мүмкін, мынаның орнына көбейту, звездочка болуы мүмкін. Бар ма ондай вариант? Д вариантына назар аударайықшы. Қараңдаршы, дәл сол көбейту және дәл сол терістеу. Демек, біз Б-ны тексердік, Д демек тоже дұрыс. Басқа ондай жоқ шығар. Енді С-ны қарастырып көрейік. А-ның инверсиясы дейді, мына жерде 1 болады. Б-ның инверсиясы 0 болады. Демек, мына 1 бізде точно шықпайды. С дұрыс емес жауап екен. Енді Е-ні тексеріп көрейік. Бұл жерде уже қосу амалы екен. Бірінші инверсиямен көбейтуді орындап алайық. Бұның инверсиясы 0, С-ның инверсиясы 1. Так, мынаны тексеріп атырық қой. Демек, Б-ның инверсиясын ғана аламыз, ол 0. 0-ге 0-ді көбейтеміз. 0. Оған 0-ді қосамыз. 0. Демек, бұл да болмайды екен. Мына вариантты қарастырып көрейік. Барлығы көбейту және С-ның инверсиясы бар. А мына жерде 0. Демек, бұл да болмайды. Демек, бізде дұрыс жауаптар тек Д және Б варианттары екен.
Үйде қарадық па осы сұрақты? Кері байланыс берейік. Қарамадық па? Жоқ, мен қарамадық. мәссаған, ужас. Ұялып тұрған смайлик жіберейік онда, иә? Кішкене болсын ұялып ыңғайсызданып тұрмыз ба? Хорошо, ұялып тұр екенбіз. Енді ары қарай жылжайық. Барлығы осында кезде, иә? Ешкім әлі ешқайда кетіп қалмапты. Так, логикалық схемадағы винтель атаулары дейді. Жақсы, берік, түсінікті. Логикалық схемадағы вентиль атаулары саны және шығыс мәні дейді. Осы секілді сұрақтарда бізде жиі келеді. Вентиль атаулары деген мынау амалдардың, яғни схемалардың атаулары. Біз бұлардың мына жерде бізге таныс емесі бар ма? Қайсысы бізге таныс емес? Сұрақ белгісі. Иә, сұрақ белгісін біз білмейміз. Бұл жауабы. Бұл мынаны шығыс мәні. Бұл жерден ештеңе ары қарай шығып тұрған жоқ. Барлығы осыған тіреліп тұр. Енді бұл жағдайда енді логично. Бұны мен түсіндірмеген шығар бұндай вариантты, өйткені бұндай сұрақ қарамадық. Бұл жағдайда бұл шығыс мәні. Мына сұрақ белгісі бізде жауапты сұрап тұр. Мынау бізде дизъюнкция, конъюнкция, дизъюнкция. Мынау қандай еді? Бұл не схема? Инверсия, яғни логикалық терістеу. Енді бұлардың санын бірінші біліп алайық. Бізде дизъюнкция қанша? 2 дизъюнктор. Ау? G варианты деп тұр ғой. G варианты. Мына сұрақтың неге жауабы түгел басқаша әріптер жазылып кетті мына жерде. Хорошо, ештеңе қылмайды. Қарайық мына. Конъюнкция біреу, 2 дизъюнкция, инверсия екен білдік. Яғни 2 дизъюнктор, 1 конъюнктор, 1 инвентор. Ондай вариант бізде біреу ақ па не? 2 дизъюнктор деген, 1 конъюнктор, 1 инвентор. Е мен H бар ғой бізде. Екеуін біреу болуы мүмкін ғой. Сол себепті енді шығыс мәнін тауып көрейік. Шығыс мәнін бұл жағдайда бізде міне бастапқы мәндер берілген. 1 мен 0 кіріп тұр екен конъюнкцияға. Бұдан не шығады? Конъюнкция 1 мен 0-ден не шығушы? 0. 0 шығады. Демек мына жерге 0 кіріп тұр. Енді 1 мен 0 дизъюнкциядан не шығады? 1. 1 шығады. Инверсиядан 0. 0 шығады. Яғни 0 мен 0 дизъюнкциядан не аламыз біз? 1. 0 аламыз. 0. 0 мен 0, шығыс мәні 0. Демек дұрыс жауап 0. Мәні 2 дизъюнктор, 1 конъюнктор, 1 инвентор және шығыс мәні 0. Бұл сұрақ түсінікті ма? Сұрақ бар ма осы бойынша? Кері байланыс берейік, ары қарай жылжитын болсақ. Егер сұрағымыз болса, қойайық. Қай жер түсініксіз болып қалды? Сұрақ жоқ ой. Оянайық, қалғандарымыз реакция жіберейік. Хорошо, кеттік ары қарай. Ура, тиктоктағыдай реакция жібер. Әз бәріміз видеоны қосып қойып отырамыз ғой. Реакция оңай емес пе? Берілген логикалық өрнектің сәйкес мәндерін анықтаңыз. Бұл бізде соңғы үлгілік нұсқадан алынған сұрақ. Оны қарадық па? Тест центрдің сайтында үлгілік нұсқаның ең соңғы үлгісі. Ол жердегі мынау бізде сәйкестендіру. Яғни соңғы стандартқа сәйкес бізде сәйкестендіру сұрақтары пайда болған етін. Бұл жерден бізге 2 балл береді. А нұсқасының сұрағы және оның мүмкін 4 варианты, Б нұсқасының сұрағы, оның мүмкін 4 варианты. Екеуінде тапқан жағдайда бізге 2 балл беретін жаңа үлгідегі нұсқа. Енді сұрақтың өзіне қарайық. Берілген логикалық өрнектің сәйкес мәндерін анықтаңыз дейді. Мынау бізде ақиқат кестесі. Енді мына сұрақ белгісінің орнына бірінші мынаны қоямыз. Мына өрнекті қоямыз. Және осы өрнекті осында қойған жағдайда мына мәндерге сәйкес оның қанша жауабы бар? Бұл жерде 4 жауабы болу керек. Мына 4 сан тұр. Осы 4-еуінің біреуі дұрыс. Енді мына өрнекті жақшаның ішінен бастап шығарып көрейік. Мынау қандай амал? Көбейту, қосу. Бөлу. Қосу. Қосу ба? Бөлу деген бізде логикалық амал жоқ. Бұл дизъюнкция немесе қосу логикалық. Енді А мен Б-ны қосып, оған А-ны қайттан қосады екенбіз. Енді А мен Б-ны қосайық. Мынаны үшін қазір қасына жазып отырайық бірден. А мен Б-ны қосып, оған қайттан Б-ны қосса, бірінші жағдайда қанша аламыз біз? 1. 1 алдық. Жақсы. Екінші жағдай. А мен Б-ны қосып, оған А-ны қосамыз. Яғни 1-ге 0-ді қосып, оған 1-ді қоссақ? 1. 1. Так,
Келесі. бір Қалай бір болады? нөл Nol болады. бір болады. Мына жерде 1, мына жерде 1, одан кейін мынау келді қазір кезеге. А мен Б-ны қосып, оған А-ны қоссақ бір 1 болады екен. А мен Б-ды қосып, оған А-ны қоссақ 1 0 болады. ән 0 болмай ма? Бірақ мына жерде бізде ондай вариант жоқ. Мынау керісінше түрі ғана тұр, иә? Мынандай вариант бізде жоқ. Қайттан қарап шығып, может бұлар өздері амалдан қателесті ме екен? Неге бұлай болды екен? Қайттан көрейік. Так. Иә, бұл жерде барлығы қосу. Бұл жерде бізде никак нөл шықпайды біріншісінде. Ол дұрыс. Мына жерде А мен Б-ны қосып, иә, бәрібір нөл шықпайды. Мына жерде біреуі хотя бы ақиқат болса жеткілікті емес пе? 3-1-0 бізде бәрібір шығады. Бірақ ондай вариант мына жерде жоқ екен, иә? Мынау только керісінше варианты ғана тұр. Бұл неге бұлай тұрғанын түсінбедім. Пока что осылай қарайық. Енді может тестте қате шығар. Так, мына жерде де дәл сол сұрақ, иә? Тура сол сұрақ. Неге олай болды екен? Хорошо. Қате тест деген. Так, бұны енді ары қарай жылжып кетейік. Бұны ұмытамыз. Так, ары қарай. Мынау да дәл сол нұсқадан алынған сұрақ. Жаңа үлгі бойынша. А мен Б өрнегінің мәні дейді. А мен Б-ның арасында қандай белгі тұр? Және тұр. Иә, логикалық және Көбейту амалы. конъюнкция немесе логикалық көбейту. Енді 0 мен 0-ді көбейтеміз. 0 0, 0 0, 0 1 Жақсы, енді осыған сәйкес жауапты табайық. Бірнеше жауап дұрыс болуы мүмкін. Вариант. Жалған, ақиқат, вариант, иә. Бұл сұрақ үшін 6 варианты бар, яғни бұл бірнеше жауабы дұрыс. 2 балл алдық біз, сонда осы сұрақ үшін. Тегін 2 балл, өте оңай сұрақ, жылдам шешілетін, иә. Басқа ешқандай вариант бізге сәйкес келмейді. Сұрақ бар ма, алдыға жылжай аламыз ба? Кері байланыс. сұрақ жоқ. Жақсы, кеттік ары қарай ендеше. Суретте келтірген логикалық элементтердің түрлері. Мынау бізде қандай логикалық элемент? Дизъюнкция ма? Дизъюнкция, мынау Конъюнкция. конъюнкция. Демек, дизъюнктор, конъюнктор, А варианты дұрыс болады екен. Қалғандарымыз түсініп отырмыз ба? Кері байланыс берейік. Сұрағымыз болса қойық. Бұны қайдан түсіндік? Мынау қайдан шықты? Неге А дұрыс деген сияқты сұрақтар бар ма? Хорошо. Сұрақ жоқ болатын болса, алдыға жылжимыз. Так, бізде 3 өрнек берілген. Осы өрнектерде қолданылған амалдар, логикалық амалдар. Осы тип тесте сұрақтар келеді. Айналдырып кеп әр бұрышынан енді бұны сұрай береді. Енді варианттарға қарайық. Ең бірінші кезек-кезек. Демек, мына үшеуіне 3 жерде дұрыс жауап бар. Біріншісі, мынау қандай амал? Инверсия ма? Бұл қосу амалы. Ондай бізде вариант бар ма мына жақта? Жоқ, Және де болады. Мынау және емес, бұл немесе деген амал. Қосу ол or немесе деп аталады. жоқ. Неге жоқ? Бар. Бұл атауы қандай еді бұл амалдың? Логикалық операцияның амалы қандай еді атауы? Базаны еске түсірмедім. Дизъюнкция еді, не аты? Бұл логикалық операцияның аты дизъюнкция, немесе логикалық қосу, немесе логикалық немесе деп аталатын. Демек, дизъюнкция бір жауапты таптық. Келесі. Логикалық амал. Мына жерде ешқандай амал көрсетілмеген. По-моему, бұның үстінде сызығы бар етін алынбай қалды ойдың. Я, демек бұл қандай амал болады? Инверсия. Инверсия, дұрыс. Үшіншісі конъюнкция. Мынау Емес. конъюнкция, бірақ ондай вариант жоқ екен. Басқаша қалай атаушы еді? Ақиқат. Ақиқат бізде Және. пікірдің мәні дұрыс. Және. Мына жердің өзінде де подсказка тұр ғой бізде. Мынау деген белгі бізде. Және деген белгілі емес пе? End деген, иә? Яғни біз бұлардың әртүрлі балама аттарын жаттауымыз керек екен. Демек, тек дизъюнкция деп жаттамай, бұны логикалық қосу екенін, және немесе or екенін жаттау керек екен. Ал инверсияның терістеу, инверсия, немесе not амалы, ал
бізде f мынау соңғысында тұрған and ол конъюнкция, логикалық көбейту немесе логикалық және деп аталады екен. Сол атаулардың барлығын білгенде ғана біз осы сияқты сұрақтардан шатаспаймыз. Оны жаттап алайық. Слайдты алдық қой бәріміз, қарап шықтық па? Слайд Ау, келген жоқ бізге. келген жоқ. Слайд Куратордан келген. сұрайық. Ендеше мен группаға жібергем. Кураторымыздан сұрайық. Осы алдыңғы сабақтың слайдын. Олсыз біз қалайынан барлығын жаттап аламыз? Бір көргеннен жаттау мүмкін емес. Сол себепті слайдты алып, оны еще дәптерге түсіріп алсақ, дұрыс болады. Ары қарай жылжи аламыз ба? Кері байланыс берейік. Реакция смайлик. Бір-ақ адам ба сол? Беріктен басқаларымыз қайда? Отырмыз ба осы жерде? Жаңа жыл тойлап бастап кеттік па? Хорошо. Кеттік ары қарай. Терістеу. Инверсия логикалық элементінің сызбасы. Инверсияның сызбасын көрсету керек. Бұл жерде бірнеше жауабы дұрыс тест нұсқасы. Қайсысы? Барлығы мұқият қарап шығайық. Көрінбесе жақындатсақ болады. Е варианты мынау, я? Дұрыс. Бұл қай стандарт бойынша инверсия схемасы? Қай стандарт бойынша? Ресейлік, я, ресейлік стандарт бойынша инверсия нұсқасы. Тағы да басқаларына қарайықшы. Қайсысы инверсия тағы да? Б варианты инверсия дұрыс. Бұл қай стандарт бойынша? Бұл ASCII, я, жақсы. Ары қарай. Басқа жоқ па? Е ма? Ау? Е. Е емес. F варианты енді көрінбей тұр ма? Жоқ, негізі былай ғой. Мынау А, мынау Б, мынау С, мынау Д, мынау Е, мынау F. Басқа амалдарды қарап шығайық. Мынау бізде конъюнкция. Ал мынау конъюнкцияның кейбір жағдайын мен түсіндіріп едім алдында. Бұл жерде конъюнкцияның инверсиясы мына жерде бізде берілген екен. Өрнегімен бірге бұл болмайды. Бұл көбейтіндінің терістеуі. Мынау дәл сондай емес. Мынау дизъюнкцияның өзі. Мынау бізде қосындының терістеуі. Яғни А қосу Б-ның инверсиясы. Жақсы. Сұрақ түсінікті болса, кері байланыс берейік. Алдағы қарай жылжайық. Сұрақ бар ма? Жоқ. Сол баяғы. Сұрақ жоқ. Жоқ. Кеттік ары қарай. Так, енді бізде қазақша нұсқалардың сұрақтары аяқталды. Енді бұл жерде теріп алынған сұрақтар осы алдыңғы 2 жыл бойындағы тест центрде пайда болған нұсқалардың ішіндегі сұрақтар. Олар қазір жоқ сайтта. Енді орысша нұсқаның да сұрақтарын қарап шыққан дұрыс. Бұл жерде түсініксіз жақтарын қазір түсіндірем, егер аудармасы қиын болып жатса. Орысша нұсқаларды да қарау керек екен. Ол жерде де қызық сұрақтар бар. Мына жағдайда бізде, мысалы, қазақша варианттардан ау сұрақ әлі кездескен жоқ. Үлгілік нұсқалардың ішінде ұбт-да кездесу мүмкін. Алдында біз логикалық операцияларды өткен кезде мен анықтамасын түсіндірген болатын. Бұның аудармасы шығыста сигнал тек екі кіріске де сигнал берілгенде ғана болады деген анықтама айтылған еді. Ол қай операторға қатысты? Қай логикалық операцияға қатысты? Конъюнкторға қатысты. Себебі бізде конъюнкцияда, есімізге түсірейік, конъюнкцияда екі кіріс, бір шығыс және көбейтінді орындалатын, және ақиқат кестесінде барлық жағдайда нөл етін, тек екеуі бірге тең болған жағдайдағы ғана ол бірге теңетін. Демек, екі кіріске де сигнал берілген жағдайда ғана біз шығыста сигнал аламыз. Екеуін біреуінде хотя бы сигнал болмай қалса, бізде шығыста жалған болады екен. Сол себепті анықтамасы мынау секілді болып келуі мүмкін. ұбт-да соған да дайын болайық. Ол кезде уже елестетеміз, қай операцияда екеуі де ақиқат болса ғана ақиқат болатын еді. Бұл жерде енді сигнал бар жоқ деген түрде берілген. Оны айтқанбыз, сигнал бар, бір, true немесе ақиқат. Келген дейді. Динаға осындай сұрақ келіпті. Келеді, негізі пробнилардың көбісі де келетін жер. Бірақ үлгілік тест нұсқаларында, тест центрдің салған официалды нұсқаларында және сайттағы пробниларда сирек кездеседі. Платный нұсқаларды қарадық па біз? Платный нұсқаларда да қызық сұрақ бар екен. Енді барлық тақырыпты аяқтағаннан соң барып оның енді мағынасы болады. Оны қараудың, Пока что теріп арасынан ең қызықтарын нұсқа талдауда келесі сабақта қараймыз. То есть бүгін негізі нұсқа талдау болу керек етін бізде.
Ал кеше біз демалдық, кеше осы тақырып болу керек етін. Хорошо. Алдыға жылжи аламыз ба? Демек, мынау жауабы не болды сонымен? Дұрыс. Конъюнктор. Дымады. Дұрыс. иә. Конъюнктор. Конъюнктор. Өте жақсы. Алдыға жылжиық. Так, логические схемы дейді. Мына жерде көрсетілген логикалық схемалардың атауларын табу керек. Мынау бізде бағана ғана айттық. Инверсия, дұрыс. Содан кейін конъюнктор. Мынау тік болатын болса, ол конъюнктор. Мынау егер ішіне кіріп тұрса, ол дизъюнктор. Жақсы. Мынаны мұқият жаттап алайық. Себебі мына екеуінің бас жақтары ұқсас. Суреттерде кейбіреуде мынандай басы бірдей болуы мүмкін. Олардың айырмашылығы тек ASCII стандарты бойынша мынаны тік болады. Конъюнкцияда тік, дизъюнкцияда ішіне кіріңкі болады екен. Демек, варианттарда С варианты, Д варианты, Е варианты дұрыс екен. Жақсы. Түсінікті ма бәріне? Жылжи аламыз ба? Go, 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 go. Иә. Иә. Сөйлемей отқандар реакция беріп отырайық. Каждый раз тексеріп отырайық осындай. Иә. Так, ары қарай. Мына жерде бағанағы қазақша қараған нұсқамыздағы сұраққа ұқсас сұрақ. Бұл жердегі қандай логикалық элементтер қолданылғандығын табу керек. Және шығыстағы жауабын табу керек. Енді ең бірінші элементтерді енді түгендеп шығайық. Бұл жерде қай элементтер қолданылған екен. Және ондай кезде біз варианттарды исключить етіп алуымызға болады. Возможно, егер дұрыс тауып алатын болсақ, мына жерде жауабын табу да керек емес болып қалуы мүмкін. Сол себепті мына жерде қандай артық вариант көріп тұрсыңдар? Дұрыс емес вариант. Д-ны болады. Себебі триггер деген бізде бұл тақырыпқа қатысы жоқ. Сумматор бізде бұл тақырыпқа қатысы жоқ. Және Е-де триггер тұр. Так, қалған бәрінің қатысы бар ма? С-да ше сумматор. Қатысы жоқ. Демек, уже біз барлығын алып тастадық. Бұларды не үшін қосты? Чтобы бізде 6 вариант болу үшін, бізді шатастыру үшін, біз егер асығыс мынаның жауабын есептеп алсақ, F тең 1 дегенді, конъюнкция, инвентор дегенді көріп ап, мына 0-ді белгілеп тастауымыз мүмкін еді. Или 1-ді белгілеп тастауымыз мүмкін еді. Енді бізде мүмкін өз екі-ақ вариант қалды. Екеуінің бізде элементтердің атаулары дұрыс жазылған, айырмашылығы тек шығыс мәнінде. Енді шығыс мәнін есептеп көрейік. Бізге екі айнымалының мәндері берілген. А 1-ге тең, мына жерде 1, Б 0-ге тең. Енді мына нүкте нені білдіруші еді? Ештеңе білдірмейді. Ештеңе білдірмейді, әшейін екеуін екі жаққа бөліп тұр деген сөз. Өте жақсы. Мынау нүкте ғана бізде инверсияны білдіреді екен. Енді қарап шығайық. А-дан бізде неяқта 1 келе жатыр. Қандай логикалық элементтен өтті? Инверсия. 0 болып шықты инверсиядан. Сөйтті да, мына жерде Б-дан 0 келе жатыр да, мына жерге 0 болып кірді, солай ма? Конъюнкциядан не шығады? 0. Жақсы. Так, Б бізде енді мына линейканы қарап шығайық, мына линияны. Б 0 болып кірді да, 1 болып шықты. Мына жерден А 1 болып келіп, мына жерге кірді конъюнкцияға. Конъюнкцияның 2 кірісіне 1 кірді, демек шығыста 1. 0 мен 1 мен, мынау қандай операция? 0. Мынау қандай операция? Сигнал бар. Қосу. Жауабы? Жауабы 1 болады екен. Жақсы. Демек, бұл жерде бізде дұрыс вариант F вариант. Тағы бір қарап шығайық. Конъюнктор, міне конъюнктор бар. Дизъюнктор, міне дизъюнктор бар. И инвентор. Санын сұрамаған екен. Сонда да F варианты дұрыс. Бұндай сұрақтар өте қызық. Және мынандай 6 вариант берілген жағдайда бұл сұрақ үшін біз 2 балл алдық. 2 балл. Жақсы. Бәріне түсінікті болатын болса, кері байланыс берейік. Реакциямен, смайликпен сообщение жазсақ та болады. Азбыз. Қалғандары қайда? Видеоны қосып қойып, тірліктеріміз істеп жүрген жоқпыз ба? Жоқ, түсінікті. Хорошо. Реакция жібермегендер, онда сөйлеп қойық. Так, енді мына жерде қандай, А мен Б-ның қандай мәндерінде мынау өрнек ақиқат болады дейді. Мынау өрнек А мен Б-ның қандай мәнінде ақиқат болады екен.
Ең бірінші өрнектің өзіне қарап алайық. Бұл жерде таныс емес операция бар ма бізге? Жоқ. Жақсы. Демек, онда қарап бастайық. Қандай мәндерде бұл ақиқат болады? Мына жерде терістеу тұр. Мынау бізде дизъюнкция немесе қосу, мынау көбейту. Әрқайсысын қойып көріп таба аламыз. Және бір нәрсеге осындай жағдайда бірден мән беру керек. Мына жерде жақшаның іші бірінші орындалады да, сосын шыққан мән бәрібір b-ға көбейтіліп тұр. Иә? Демек, ақиқат болу ғой біздің мақсат. Соңында жауап ақиқат шығу керек. Соңында жауап ақиқат шығу үшін, демек, b бізде ақиқат болу керек. Өйткені конъюнкцияда есімізде екеуі де ақиқат болған жағдайда ғана ақиқат болады. Екеуінің біреуі 0 болатын болса 0 шығады. Демек, b қандай болу керек бізде? Ақиқат. Иә, любой жағдайда ол ақиқат болу керек. Демек, b лож, яғни жалған деген варианттарды бірден құрта берсек болады. Олар уже дұрыс емес. b лож құртамыз. Так, С варианты ғой. аға разница жоқ. Бар. b лож құртамыз. Уже сонда c вариантын әшейін ақтау болдық. Ешқандай салыстырмай ақтау болдық. Бірақ тапқан нәрсеміз тексеріп көрейік сонда да, иә? Дұрық, бұл да дұрыс емес, иә? Так, a жалған дейді, b ақиқат. a ақиқат, b ақиқат. Ол жағдайда енді a-ның, мына бірінші жағдайды қарастырайық. a жалған, b ақиқат болса. Жалған инверсиядан ақиқат болып шығады. Ақиқатқа ақиқатты қоссақ, ақиқат. Енді оны бірге, яғни ақиқатқа көбейтсек, қандай болады жауап? 1. Ақиқат, яғни мынау біріншісі дұрыс. Екінші жағдайда, егер a жалған емес, ақиқат болса, яғни 1 болса. a 1, b да 1 болатын болса. 1-дің инверсиясы 0 болады, 0-ге 1-ді қоссақ, 1. 1, 1-ге 1-ді көбейтеміз, 1. 1. Демек, c точно дұрыс екен, е? Бұлайда бұлай тексердік, дұрыс екен. Жақсы. Егер бәріне түсінікті болатын болса, бұл секілді сұрақтарда қызық. Әсіресе бұл 6 варианттан келетін болса. Жақсы, кері байланыс берейік те, алдыға қарай жылжайық. Ояу екен. Кеттік. Логикалық функция f дейді. Мынандай өрнекпен берілген. Осы өрнектің мына 3 айнымалы бар екен, x, y, z. Қандай мәндерінде, яғни бұлар қай жерде тұрса, мынау ақиқат кестесіне сәйкес келеді. Демек, x, y, z-тің дұрыс реттілігін қою керек. Y, x, z па, z, y, x па, мына жерде 3 жауап дұрыс болуы мүмкін. Демек, әрқайсысын қойып көреміз да. Қайсысында мына кесте жауабы берілген, үшеуінде де 1 шығады, яғни ақиқат болады. Сол варианттарды дұрыс деп қарайды екенбіз. Енді бірінші мына өрнекке жақсылап қарап алайық, және мына жердегі жауапқа мән берейік. Мына жауапта бәрі ақиқат болып тұр. Мына жерде жақшаның іші бірінші орындалады. Бағана айтқандай, ондай нәрсеге бірінші мән беру керек әрдайым. Жақша бірінші орындалады, одан кейін жақшаның сыртында көбейту тұр. Демек, мына жер ақиқат болу үшін y-тің мәні әрдайым қандай болу керек? Жалпы өрнек ақиқат болу үшін. 1 ма? Y-тің мәні 1 болатын болса, ол терістеліп 0 болып кетпей ма? 0. 0 болу керек. Y-тің мәні әрдайым 0 болу керек. Басқалар енді, мына жағдайда енді бірінші осыған мән берейік. Y басқасы басқа, Y бірақ всегда 0 болу керек. Шығыста ақиқат болу үшін. Ал біздің мысалда 3 жағдайда да ақиқат болған. Демек 0-ді біз всегда, то есть Y-ті всегда 0 деп алуымыз керек. Мына жерде, мына бағанда 0 және 1-лер бар. Бұл жерде Y ешқашан тұра алмайды. Y тек мына жерде тұра алады. Солай ма? Тек осы жерде тұра алады Y, яғни бірінші болып. Себебі, мына жердегі заңдылықты түсінсек, мұнан бәрін тексерудің қажет жоқ. Y-ті мына екі орынға да қойып көрудің қажет жоқ. Y всегда мына жерде тұру керек екенін біз өрнекке қарап түсіндік. Себебі көбейту амалы тұр. Ау? А мен С онда. А мен С деп бірден айтамаймыз. Мыналарды пока өшіре аламыз бірақ. Мыналарды точно өшіре аламыз. Себебі бұларда бірінші X тұрған жоқ. Мына екеуін енді тексеріп көреміз. Тексеретін нәрсе азайды. Себебі біз заңдылығын түсіндік. Бұдан да аттап кете салдық. Енді орнына қойып көрейік. А-ны тексеріп көрейік. Мыняқа Y, мыняқа X қойып көрейік. Условно қойып көрейік. Әшейін мен X-ті мыняқа жазайын. Себебі Y ол нақты сөз жүзде тұру керек екен. Мыняқа Z-ті қойып көрейік.
Бірінші жағдайды есептейікші. Қандай жауап шығады? Өзіміз қарап айтып көрейік. бір, Ау? Бірінші жағдайда 1 шығып тұр ма? нөл шығады. Нөлдің инверсиясы. 0 шығады 0 0. бір, Нөлдің инверсиясы мына жерде 1 болады екен бірінші жағдайда. X бізде 0-ге тең. Онан бірінші жақшаншын орында болайық. Z бізде 0, инверсиясы 1 1 болады. шығады 1-ге ішінен. 0-ді қосамыз жақшадан 1 шығады. 1-ге 1-ді көбейтсе 1 1. А вариант Бір. үшін мынау бізде дұрыс болды, иә, мынау жағдай. Иә, Жақсы. Енді келесі жағдайды тексерейік А вариант үшін. әткенші. Мына жерде инверсиясы қандай болып тұр? 1 болып тұр қайттан. Я, бұл Бір. всегда 1, бұны жазбай қойсақ та болады екінші рет. Так, x-тің мәні бұл жолы 1 екен. 1-ге 0-дің инверсиясы 1, 1-ге 1-ді қосамыз 1 шығады, иә, жақшаншын. Жақсы, 1-ге 1-ді көбейттік 1. Мынау жағдайда Бір. келіп Бір. тұр. Соңғы жағдай, мынау енді всегда 1, бұны даже жазбай қойсақ та болады. Так, енді соңғы жағдайда 1 бізде қосылады Осы дұрыс болмай қалады. 0-ге. Неге? Z-тің инверсиясы қандай болады? Дұрыс болады. Мынау 0 болады да, Мынау мынау 1 болады да, 1-ге 0-ді қоссақ 1. 1-ге 1-ді Бір. көбейтеміз 1. Мынау да шығып тұр. А варианты точно дұрыс. Мгм. Мыналарды біз сызып тастадық, қалғаны тек С. С-да бізде Z пен X-ні орын ауыстырдық. Мына жерде енді X емес, Z-ті қойып көрейік. Мына жерге X-ті қойып көрейік. Так, мынаны қарастырмай қойық, мынау всегда 1. Біз тек мына екеуін қарастырамыз. X-тің мәндері міне тұр. Z-тің мәні мына бағанда. X бірінші жағдайда бізде 0-ге тең. 0 қосу 0-дің инверсиясы. Яғни 0, 0-дің инверсиясы 1. Жауабы қандай болады? 1 1 мен 1-ді көбейтеміз. Бірінші жағдай шықты. дұрыс. Екінші жағдайды көрейік. Так, мынау всегда бізде 1. Мынаны өшіре тұрайын. Екінші жағдайда Z-тің инверсиясы қандай болады? 0 0. Так, X-тің өзі 0 иә 0 не шығады сонда? 0 шығады. 0. 0-ге 1-ді көбейтсек? 0 нөл, 0. Демек, мынау бізде шыққан жоқ. Солай ма? Жақсы. Демек, мына вариантты жалпы тастасақ болады екен. Сонда дұрыс жауап А вариант. тек вариант А. Тек А варианты дұрыс екен. Так, мыналарды енді уже өшіре сызсақ та болатын шығар. Мақұл тұра берсін, иә. Бірақ сендер слайд жүрген кезде шатасатын шығарсыңдар. Жақсы. Демек, мынау да бізде дұрыс реттілігі, мына жерде X, мына жерде Z болған жағдайда бізде дұрыс болады екен. Жақсы. Сұрақ бар ма? Жоқ. Сұрақ жоқ болатын болса, кері байланыс берейік. Жоқ. Барлығымыз. Реакция, смайлик жеткілікті. Сообщение болсын. Біраз адам бар екен. Барлығы негізі жіберу қажет. Болды. Ары қарай жылжыдық. А мен Б, А, Б, С-ның қандай мәндерінде мынау өрнек бізде ақиқат болады дейді. Так, бұл жерде тағы да не нәрсеге мән береміз? Кім айтады? С Инверсия ма? Ана жоғатында. Инверсия. С жалған болу керек па? Неге? Или ақиқат болу керек па? Бізде ақиқат шығу үшін С-ның мәні әрдайым қандай болу керек? бір, Истина. Ақиқат. Не себепті? Себебі Ойланайық. Себебін айтып көрейік. Не үшін? Себебі бүгін пятница ма? Или қандай? себебі бүгін пятница ғой. Жоқ, ол себеп болмайды. Себебі қараймыз. Мына жерде, мынау қандай амал еді? Көбейту амал. көбейту. Және бізде есептің берілгенінде ақиқат шығу керек дейді. Ал көбейтуде ақиқат тек 1 мен 1-ді, яғни ақиқат пен ақиқатты көбейткенде шығады. Демек, бәрі қатарынан көбейтілетін болса, инверсия бірінші орындалды делік. С егер жалған болып қалатын болса, ол бәрі бір ақиқат болмайды. Сол себепті С всегда ақиқат болу керек. Сол себеппен, мына жерде қай вариантта С жалған деп тұр, соларды сызып тастаймыз.
BCF Б дегендерде. уже жоқ. Б уже жоқ. Бұл енді оңай жолын үйретіп жатырмын. Әйтпесе негізі былай да шығарып бәрін тексеріп шығатын болсақ, ол шығады бәрібір. Мынау бізде уақытты үнемдейді. Мына жердегі заңдылықты түсінсек. Так, С болмайды екен, иә. F. F-та да С лож екен. Біз өзімізге 3 вариантты алып тастап уақыт үнемдедік. Енді С ақиқат жерлерді тексеріп шыға саламыз, болды. Так, лож дейді. Екеуі де жалған болып тұр екен. Так, бірінші бізде көбейту орындалады. Мынау бізде мынандай амалайды ғой. Конъюнкцияның инверсиясы етін. Мына жерде домалағы бар. Демек, бірінші конъюнкция, одан кейін шыға берісте бізде ол терістеледі. Жалған мен жалғанды көбейтсек қандай болады жауабы? Жалған, оны терістесек ақиқат болады, иә? Демек, мына жерде 1 шықты, оны 1-ге көбейтсек 1. Біздің дұрыс жауаптың біреусі табылды. Бізде 3 жауапқа дейін дұрыс болуы мүмкін. Так, келесі. Мына жерде ақиқат, мына жерде жалған. Ақиқат пен жалғанды көбейтсек не болады? Жалған. Жалған. Терістесек? Ақиқат. Бұл аламыз ба бұл жауапты? Оны ақиқат Иә. көбейтеміз. Бұл да дұрыс жауап екен. Жақсы. Мына жауап ше, өзіміз айтып көрейікші. Дұрыс. Жалған шығар. Сосын оны терістесе тоже ақиқат шығып, оны ақиқатқа көбейтсе. Дұрыс. Осылай толық жауап берейік. Өте жақсы. 3 дұрыс жауап таптық. Бұл үшін бізге тағы да 2 балл берілді. Жақсы. Сұрақ жоқ болатын болса, кері байланыс берейік. Сұрақ жоқ. Хорошо. Так, енді мынандай бізде өрнек бар. Осы өрнекке сәйкес ақиқат кестесін табу керек. Мына жерде бізде сұрақ белгілері енді қате, тест центрден алынған бұл, солардан енді шрифттан қате кеткен шығар. Мына жерде мынау өрнек тұр деп ойлайықшы, бәрінде осы өрнек тұр. Оларға мән бермейміз. Тек мынау сандарға мән береміз. Демек, біз бұл жерде мәндері, по-моему, бірдей болу керек, иә? 2-0, 2-1, 2-0, 2-1. Иә, мәндері бәрінде бірдей. 0-1, 0-1, 0-1, 0-1. Демек, біз жауапты былай табасасақ болады екен. Яғни, бір-ақ рет кесте жазып ап. 0-0, 1-1, 0-1, 0-1. Және мына жерде бірінші Б мен А-ның көбейтіндісі болады. Б-ның мәні, А-ның мәні. Мына жерде Б мен А-ның көбейтіндісінің мәні болу керек. Мына жерде оның барлығы, яғни осы надан шыққан жауапқа Б-ны қосады. Б қосу Б мен А-ның көбейтіндісі. Мына жерге жақша қойсақ та болады. Так, сонда мынаны толтырып алайықшы бірінші. Б мен А-ның көбейтіндісі. Б мен Б деп жазып қойғанмын, міне. Б мен А-ның көбейтіндісі. Так, мына жерден қанша шығады? 0. 0. Абусейд, сообщение шыққан көбейтін мәнімен толық көрінбей тұр. Алдыңғы есеп туралы айтып жатсыз ба? Мынау туралы? Абусейд қайттан? Иә, аха. Соған? Микрофон істемей ма, Абусейд? Бұл жерде қандай сұрақ? А және бұның көбейтіндісінің мәнін аламыз ба? Осы жерде ма? Теріс етіп. Иә, дәл солай. Мына схемада көрсетілгендей, бірінші көбейтінді, содан кейін оның мәнін аламыз. Барлығы шүкітті. Міне бірінші көбейтінді орындалады, содан кейін соның мәні терістеледі. Міне схемада көрсетіп қойдым, әдейі үлкенірек қылып жазсақ та болады. Бірінші көбейту, одан кейін оның теріс мәнін аламыз. Мына жағдайда мысалы біріншісінде мына екеуін көбейттік, жалған шықты, оның теріс мәнін алдық, ақиқат болды. Соны ақиқатқа көбейткеннен кейін ақиқат шықты. Басқа сұрақ бар ма?
Жоқ. Хорошо, кеттік. Мына жерге келдік біз қазір. Б мен аның көбейтіндісін орындап жатырық. Мына кестені толтырып шығайық. Айтайықшы, біріншісінде қандай жауап? Нөл. Мына жерде. Nol, Нөл. nol, Бір. nol. Жақсы. Так, енді осыдан шыққан мәнді біз Б-ға қосуымыз керек. Мына қосу мән емес па? Иә. Яғни мынадан шыққан мына кестені Б-ға қосамыз. Көбісі енді мынаны басынан есептеп атады. Басынан есептеп керек емес, бізде мына уже тұр. Мына бағанмен мына бағанды қосып шығайық. Біріншісінде қандай? Нөл. Nol, Мына жерде bir, қалай бір Нөл. шығады? Нөл, бір. nol, Нөл. Нөл. Бір. Қалай бір шығады бұл жерде? Мына екеуін қосамыз. Нөл. Нөл. nol, 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 Аха, мына екеуін қоссақ. nol, Бір. bir. Жауап бізде міне. Так, Вариант tamam. С вариантында сондай ма екен? 3-0-1, 2-0-2-1. Жақсы. Сұрақ бар ма? Қалай шыққан Жоқ. жауап? Жүз. Гер байланыс берейік. Жақсы, ары қарай жылжимыз. Так, мынау қай логикалық оператор? Дизюнкция. Дизюнкция, жақсы, ішіне кіріп қалған, өте жақсы, осылай жаттап алайық. Мына жерде мәндер берілген, әрқайсысынан шығатын жауабын, шығыс мәнін жазып алуымыз керек. Қандай шығыс мән біріншісінде? Нөл. Бір ма? Nol. 0, 1 ма деп неге дизюнкция деген қосу емес па? 0-ге 0-ді қоссақ қалай бізде 1 шығады? Болды. Ақиқат кестелерін жаттап алайық. Міндетті түрде Мозаика. қазір осы сабақтан шыға салып, бәріміз алдыңғы сабақтың слайдын алайық та, логикалық операторларды жаттайық. Қайсысы қосу, ақиқат кестелерін бәрінде жазған етімін, есімізде болса. Ал сабақтың сілтемесінше алдық па? Оны да алмадық па? Жоқ, келген жоқ. Алмадық. Театрдан екеуін де алайық. Сабақтың сілтемесін, алдыңғы сабақтың және бүгінгі сабақты да мен қазір жүктеймін. Жарты сағатта шамамен жазып қояды. Оны бірден алып алайық тоже. Жарайды. Екеуін қарап шығайық. Болады. Қажет. Так, мына жерде жауап. Ағай, Бір. бір вариант дұрыс қой. Бір. Бір. 1-0-3-1. 1-0-3-1, да. Басқа ондай дұрыс жауап жоқ па? Жоқ. Жоқ, жақсы. Мына бірдің настроениесі жоқ қой. Сол. Жарайды. Ағай, Сұрақ бар ма? Жоқ. Кері байланыс берейік. Жақсы. Бір-ақ адам ба? Екі адам. Алдағы жылжы. Жоқ. жоқ. Хорошо, сөйлеп болғаннан кейін микрофонымызды өшіріп отырайық. Өте қатты шум беріп жатыр. Ағай, просто алаш базардан ала салған. Өшіретін кнопка ше. Ол жұмыс істейтін болса, соны баса тұр пока. Сұрақты алдап жатқан кезде өте қатты шулап микрофон. Бұл қазір трансляцияны жүктеген кезде бәрі естиді сосын осы шумды. Так, енді А, Б, С-ның қандай мәндерінде бізде мынау логикалық өрнек ақиқат болады дейді. Жақсы, тағыдан не байқадық? Мына өрнекке қарап айтып көрейікші, асықпай, өтірік айқайлай салу жоқ, иә? Өтірік 0, Б дей салу жоқ, ойланып жауап берейік. Мына жерден не байқадық? Ол бізге қалай көмектеседі? Абу Сейд, жақсы, иә? Дұрыс. Қалғандарымыз. Сообщениені көрдік па? Б мен С әрдайым ақиқат болуы керек екен. Не себеп? Себебі бізде көбейту тұр. Б мен С әрдайым ақиқат. Егер Б-ның или С-ның екеуін біреуіне жерде жалған болатын болса, ол вариантты біз қабылдамаймыз. Себебі шығыс мәні ақиқат болу үшін бізде мына көбейтінді тұрғандықтан біреусі Б да С екеуін біреуі да жалған болған жағдайда, жақшадан да жалған шыққан жағдайда бізде өрнек жалған мән береді. Сол себепті Б мен С-ның ақиқат жағдайын таңдаймыз. С лож деп тұр, бітті бұл. Кетеді, сразу дұрыс емес. Мына жерде бәрі, так, Б мен С главный, А қатты маңызды емес. Так, Б мен С ақиқат. Мына жерде Б жалған дейді, оны сразу құртып жібереміз. С жалған дейді, Б жалған дейді, тем более. С вариант. Бізде екі вариант қалды. Осы екеуінің ішінен қараймыз енді. Так, А лож дейді, инверсиясы ақиқат болады, ақиқат,
Ақиқат. Дұрыс ұятса? Келсеміз ба? Иә. Жақсы. А-ның инверсиясы жалған болады. Жалғанға ақиқатты қосамыз. Ақиқат, nereden бір шығады? Науда бір, ақиқат шығады екен. Түсіндік пе? Жақсы. Сұрақ бар ма? Уақыт болған екен бізде. Жоқ. Жақсы. Сұрақ жоқ болатын болса, сау болыңыздар. Осы сабақтың слайдын және де бүгінгі сабақтың трансляцияның записін группаға жіберем. Куратордан алдыңғысымен бірге сұрақ болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Келе жатқан жаңа жылыңызбен. Иә, жаңа жылдармен мейрамдарың құтты болсын. Сау болыңыздар. Жаңа жылыңызбен.